кандидат биологических наук Иманов Амангелді, Атырау қаласынан. Мускат жаңғағы эфир майларына бай дайындалушы. Оның негізгі белсенді компоненттері эфир майлар. Олар 8%-тен 15%-ке шейін құрайды. Соның құрамында мелицицин, элемицин, сафрол, пинен, камфен деген терпинен дейтін банағы эфир майлары бар. Олар дейтін майлы қышқылдардың құрамында алиин, пальмитин, миристин қышқылдарынан бірге қосылған. Минералдары банағы мускат жаңғағында ол дейтін ағзаға ең қажет кальций, магний, фосфор, калий деген банағы минералды қоспалары өте көп. Адамның ағзасына өте көп пайда келеді. Одан басқа оның ішінде витаминдері көп. Онда А, Б, С топтағы витаминдері өте көп мөлшерде. Одан қоса ішінде өте ағзаға пайдалы антиоксиданттар көп кездеседі. Ол фенолдық қосылыстар. Осы компоненттердің барлығы бірге қосылып ағзаға өте үлкен пайдасын әкеледі. Ең қай жағынан пайда десеңіз, мына фитотерапия жағынан, емдік қасиет жағынан қандай пайда десеңіз, ол ас қорыту жүйесіне өте пайдалы, жүйке жүйесін тыныштандыру, қан айналымын жақсарту, антибактериалды сондай қасиеттері өте бай. Мына біздің ата-бабаларымыз ежелде осы мускат жаңғағын пайдаланып, түйенің сүтіне араластырып, тағы да басқа емдік шөптерді қосып, өте күшті дәрілер дайындаған. Қазіргі уақытта ол дәріні ешкім қолданбай ұмыт болған. Соны енді қазір жандандырса, соның технологиясын қайтып жандандырып, өте ағзаға пайдалы дәрілік элементтер жасап шығаруға болатыны көз жетіп отыр. Ал енді тағы да айта кететін болсақ, мына жақсы жағынан да басқа артық қолдану улануға да әкеліп соғады. Неге десеңіз, ішіндегі банағы айтқан мелицицин дейтін бір фенолдар компоненттер бар. Сол дейтін бас айналуға, жүрек айнуға, елестеулері, жүрек қағысының жиілеуі, улану тудыруына мүмкіндігін алып келеді. Сондықтан пайдаланғанда өзінің мөлшерінен аспау керек. Ал тағы да басқа не айтайық, енді мына жоба өте жақсы. Енді алдағы уақытта осы жобаны ары қарата асып, банағы ұмыт болған біздің қазақтың банағы дәрілік қасиеті бар тағамды дайындап шығаруға көмектеседі деп ойлаймын.